Dostlar туыс ағайын, қуаныштан шашқан нұрлы арайын. Бас қосқанда қуанышты кеште бол, бүгініңге тамыр жатып салайын. Жүздерінен тек қуаныш білінді, керемет қып қарсы алшы бұл күніңді. Қуаныштың иесіне айтарым, құтты болсын туған күнің бүгінгі. Әніміз сәніміз жарасы бәрі дайын, туған күн кешіне әнді боларын айын. Әсерлі әні бар әнші де табылар, өзіңе арналар осы әнді қабылдар. Тек қуаныш ұяласын көңілге, денсаулығын мықты болсын өмірде. Ергелеулі бұл халыққа қалаулар, талай биіктерден көрінді. Асулардан асқар шыңнан асыңыз, ең бастысы аман болсын басыңыз. Ойнап күліп ағайынмен достармен, жүзге жетсін жасыңыз. Келетін жылда бір мереке болда бір, арналар тек саған әнімді тыңдап ол. Жүрекпен арнаршын ақ тілек арналсын, бақытқа кенеліп биікте самғарсын. Әніміз сәніміз жарасы бәрі дайын, туған күн кешіне әнді боларын айын. Әсерлі әні бар әнші де табылар, өзіңе арналар осы әнді қабылдар. Әсерлі әні бар әнші де табылар, өзіңе арналар осы әнді қабылдар. Туған жер тербеп, ауылда өстік, қанатты сермеп, қалаға көштік. Гүл жайнаған, қала тамаша, мұнда қайнаған, өмір жаңаша. Алақай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген қаладан сұраңыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Қаланың сәні ғажайып көркем, бұл жерде бәрі
басқаша екен, теңіздей толып жатыр жатсынбай, біз оның болдық бір тамшысындай. 1, 2, 3 кеттік, алақай аңсаған қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген қаладан сұраңыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Алақай аңсаған қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген қаладан сұраңыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз. Рахмет. Орайын деп атқан шапалақтарыңызға рахмет. Ассалаумағалейкум, бір алласы бар, екі дүниесі, үш жүзі бар. Міне төрттілігі 5 уақыт парыз намазы, 6 рай алашы, 7 рей қазынасы бар. Әлінде 8 серісі, 9 құмалағы, 10 шақтай ұлдар, 10 шақтай қыздар бар. Қазақтар оттан үспеген, ерлер аттан үспеген. Ассалаумағалейкум, көшпендерлік, көшпен ұрпақтары, дүрліген, тойларыңыз құтты болсын деп бір қорсақ қойыңыздар. Қадірлі құрметті жаны жайсан жақсылар, баршаңызды бір дастарханның басына, бір шаңырақтың астына, өздеріңіздей жақсылардың қарсына жинап отырған, барын салып тартқылап, барын салып шапқылап, баршамызды бүгінгі басымызды армандай мейрамханаға жинаған себепкер болып атқан баладай көңілмен, қаладай ақ пейілменен бүгінгі ұлан ғасыр той жасап отырған, тойдың әрине той иелеріңіз бастырмайтыны айдан анық. Көңіл күйді бермен қарай бұрайық, шапалақты ұрайық, орнымыздан да тұрайық. Бүгінгі той иелерін қарсы алыңыздар ағайын. Той иелері, асқардан әкеміз, аңжаулықты анамыз, шапалақ қайда. Живой шапалақ рэші. Қожабет қайда? Ай, бәрекелді. Бұда шапалақты бәрі сіздерге көңілге қалай? Жақсы. Ай, бөтен ешкім жоқ па? Бәрі өзіңіз. Бөтен жоқ баса мамамызға шапалақ қайда? Миллион қол қайда? Асқар тәуекемізге шапалақ болмай ма? Сіздерге осылай той жасап отырған, үгініне әкеміздің бауырлары қолдай ма? Миллион қол қайда? Айдай сұлу анамыздың қошеметі болмай ма? Осындай болғызған
отырған орыннан тұрмағандар тағы да бір тұрыңыздар, себебі адам ұрпағымен мың жасайды. Міне әкеміз бен анамыздың көзге көрген қуаныштары бүгін дүбірлеген тойымызды биік шыңға көтерген отыр. Нағыз той иелерін қарсы алыңыздар, құрметті ағайын, той иелері. Ruhumdu kulaklarının üçün Rahmet әке Балам деп өбектегенің үшін Жамандық үйретпегенің үшін Rahmet әке Қорғансыз тастамағаның үшін Ниетті бастамағаның үшін Рахмет әке Ең жақсы адам болғаның үшін Адамнан ада болғаның үшін Рахмет әке Әкем деп айтатын ана Әкем деп айтатын ана Әкемнің рабысы болған әлемнің рабысы болған Аллаға шүкір Жап-жарық жұмақ болғаның үшін Уақытша сынақ болғаның үшін Рахмет өмір Тағдырды таңдамайтының үшін Адамды алдамайтының үшін Рахмет ана Әкеммен қауыштырғаның үшін Анаммен таныстырғаның үшін Рахмет өмір Бар жоққа бөлінбейтінің үшін Барлығын дәлелдейтінің үшін Рахмет Әкем деп айтатын ана Әкем деп айтатын ана Аллаға шүкір Әкемнің рабысы болған әлемнің рабысы болған Аллаға шүкір Әкем деп айтатын ана Әкем деп айтатын ана Аллаға шүкір Әкемнің рабысы болған әлемнің рабысы болған Аллаға шүкір Әкем деп айтатын ана Әкем деп айтатын ана Аллаға шүкір Әкемнің рабысы болған әлемнің рабысы болған Аллаға шүкір Шабалайын қойыңыздар, той иелері. Енді естелікке, суретке түсіп ортаға тұрып, әкемізбен, анамызбен, той иелері бәріміз келіңіздер. Естелікке, суретке түсіп алыңыздар, әкемізбен, анамызбен. Фотограф
Жинап, сүй болмаса. Екі. Үш. Рахмет той тойғанасың, келмәткен қонақтарымыз болса келген адамдарыңызды білбісін, дастархан басына жайғасыңыздар. Әкеміз бен анамыз салқынан жағадан тартпай, сіздер де дастархан басынан орналыңыздар. Ал енді құрметті ағайын, шаңыраққа талы болған, дастарханы баталы болған, ақылы мен мәмбір, ортамызда сән беріп жүрген. Біз қазақ деген аттан боласақ та, салттан болмаған елміз. Батамен ел көгерер, жаңғырмен жел көрер деген ниетпенен, тойымыздың басын бастап беретін, Иллахи өммиде батасын беретін Мұратхан ағамызды астабалала шақырайық, Иллахи өммиде батасын алайық. Ассаламағалейкум ака, тойымыздың басын бастау өзіңізге бұйырған екен. Иллахи өммин қол жайық. Аумин! Құдай мұңдасын, еш жамандық болмасын, бергенде берге беріп, алақан жайып отырған әрқайсымыздың Алла ниетіміз бен тілегімізді оңғарсын. Алла бүгінгі беріп отырған той өте жақсы болып, шаңырақтар биік болып, балалардың босағалары берекесі кең болып, іші толған қуанышқа толсын. Той қаласын ағайын. Аумин. Аумин демейді. Ата, отыра кетпейді. Арнайы қазақ деген біле саптан болақтақса саптан болмаған елміз. Сіздің иығыңызға той иелерінің атынан шапан жабуға рұқсат етіңіз. Заманның үлгісіне сай, Мұратхан ағамызға иығына шапан, батасы дұғасы ниеті қабыл болсын дегіміз келеді. Рахмет. Атамызға той төріне жайғастырайық міне. Осындай аталарымыз, ағаларымыз аман болсын деп той иелері талқын болып жағадан тартпай сіздер де жайғасыңыздар. Тек қана сіздер үшін тойымыздың басын бастап беретін арнайы тоймастар әңгіменен тамаша қыздарымызды көркін беріп шапалақпен қолдап отырыңыздар. Тоймастар әні!
жайсаң жақсылар тек қана сіздер үшін мынау айтады ғой, ұстауы жоқ қылыштың өткірінен не пайда, бірінің жоқ төстің көптігінен не пайда. Ішіне адам кірмесе, сарайынан не пайда, араласып жүрмесе ағайыннан не пайда. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Асылдың сынығы сүзбеден өткен, жәнімін жақындарым бауыр өтін бауырым деп міне сүттің бетіндегі қаймақтары келіп атқан жайларымыз бар. Әрине ақ тілекті, ізгі ниетті, тамаша жүрек жарды сөздерді жылы лебізді осындағы бауырлар қауымынан бастағаны жөн көріп отырмыз. Әрине жол үлкен қонақтарымыз, бауырлар қауымы Есен апамыз бастаған Мұратхан аға, Баян әпке, Жылғыз тәте, Қырықбай аға, Нұргүл тәте, Ержан аға, Гүлмира әпке, Зәулихан әпке, Шалдан, Тұрсынхан, Гуля, Жайдар, Зарина, Нұрсұлу әпке, Болжан аға, Исада әпке, Шакизат аға, Исақ Беризақ, Жақсыбай Ақыл, Мырзан Арша, Айнұр атты барша бауырларды асабаларына шақырсам. Келіңіздер, тамаша ниетпенлеріңіздер. Ерсін олақтар, бауырлар. Құрметті жаны жайсаң жақсылар, айтады ғой, 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бірі уәли дейді. Тыңдалмаған сөз жетім, тыңдайтын құлақ болса, айтатын ауыз арықшылық табылады. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді дейді. Құлақ салып тыңдап отырыңыздар. Кешегі Ботай аналарымыздың даналығы, Зере аналарымыздың парасаттылығы, Домалақ аналарымыздың батырлығы бір бойынан табылатын апаларымыз ортаға шықты. Тілек тыңдайық, сабыр сақтайық. Апа. Көрмеген кісілерге сәлем беріп қояйын. Аман есен болыңыздар, бәріңіз осындай тойға жете беріңіздер. Жақсылық болсын. Не айтам енді? Мына қайным атадан беріп қояйын, қайнымның туған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын, 100 емес. Келіншегімен екеуі 100 жасасын. Бақытты бол. Аман есен болыңдар. Мына шапанымды жағатасын шетінен келіңдер. Айналайын. Айналайын енді. Не айтып көрмегіңіздерді көрсетіп атсын. Естігіңіздерді естіп шығарып. Көңіліңіз жақсы болып қалды. Ошақтың басына шықпай отырамыз. Көрмеген көпшілікті көріп атырмыз. Бәрімізде сәлем беріп қояйын. Қуанып отырмыз. Қайным алып жасқа енегізіп өтірмейді кемейден алып жасқа кетеріңіз рахмет. Өсе бер өнеміз. Бар жақсылық болсын. Тойдан тойға жетіп, балдарың бақытты болсын. Үбірлі шүбірлі болсын, талтырындай түбірлі болсын. Бар жақсылықты тілеп отырмын жағым, айналайын. Екеуің бақытты болып, қосағынан қосағар. Бір жасықта 100-ге дейін картайып, бірімді бірін итеріп отыр. Соданан бас арқамды, бірімнің арқамды бірімді. Соған жеткісін алла. Аумин. Не айтам, бар жақсылықты тілеп отырмын осы. Тілегім. Аман болыңдар, бәрінде аман болыңдар. Өз тойға жете берейік. Шетте отырған құдайға амансыз ба? Аман есен ба? Құдайға жақсы. Күнде көріп атқан жоқпын. Анда-санда бір көріп атырмын. Söylemezsin de bakın, Söylesem söylesin, söylemesem olsun. Апама жабала ұрпаңыздар, қол салып қойыңыздар. Рахмет. Тілек тыңдайық. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған ағайын туыс. Ассалаумағалейкум, құрметті құда жекжаттар. Құрметті Мұса
менен 60 жас катар жасалынып атыр экен шаңырактарыбызда тойларыбыз куттуу болсун. Мынау өмүрдө барлығы болады. Оның ішінде жолдас да болады, жора да болады, ағайын да болады, туыс да болады, құда да болады. Ал енді негізгі адамға ең керегі де жақсылықтың барына қуанып, жоғыңа өзіңмен бірге қайғыратын ол ағайын. Сондықтан мынау бізді ағайын бүгін той жасап паш етіп, әкеміз Темірәлі менен анамыз Назымгүл бір аулап тұрып атқан шығар. Балаларым осындай қуанышқа жетіп атыр деп, Құдайдың ісіне шүкір деп. Темірәлі әкеміз өзінің өздік сыйы бар еліне, жұртына, жұмыс істеп жүрген жеріне, ағайын мен туыстың алдына өте сыйлы азамат болады. Мен енді бала болса да білем, осы күнге шейін ол кісі туралы, әкеміз туралы тек қана жақсы лебізбен жақсы сөз естиміз. Анамыз тек қана бір әулеттің анасы болған жоқ, халықтың анасы болды, оны да барлықтарыңыз білесіздер, осында көз көргендер. Сол екісінің арманы өзі осы балаларымды жеткізсем, жетілсе, өссе, өлсе деген ниетпен болған адамды. Мен енді ат жалын тартып, атқа мінгенде емес, өзім ересек ер жеткеннен бері әкемізді де, анамыздың да шапағатын да, құрметін де, сыйын да көрген адамды. Былайынша айтқанда балалармен бірге қатар өсіп, әрқайсымыздың жасымыз бірдей болып, баласы болып өскен адам. Енді өздерің білесіңдер, өмірдің өтерінің алдында осы Мұса менен Иса деген әңгімелерді бәрін жақсы білесіз. Енді қолдан келгенше анамыздың айтқан сөзін орындауға тырыстық, орындай алдық деп толық ешкім айта алмайды, орындауға тырыстық. Құдайға шүкір міне сол айтып өткен балаларының 60 жас тойында куә болып отырмыз. Үлкен әулетсіңдер, Құдайға шүкір. Оны бір-ақ ауыз сөзбенен айтқан кезде Бегалының әулетсіңдер, Мұратәлінің әулетсіңдер, Сейіттің әулетсіңдер. Бұл кісілер әулиетаның кезінде әулиета болып, Жамбыл облысы солай ақталып отырған кезде соның төрінде отырған азаматтар болған, әкелерінің әкесі. Ал енді тек қана Темірәлінің бауыры біреу білер, біреу білмес, Дос деген әкеміз, полковник шенінде КГБ-ның офицері, мына Союздың кезінде ел Москвичке жетемей жүргенде ар жағында қазіргі телехранитель дегендей екі жағынан сапаровозда кетіп, сондай тіршілікте мемлекеттің адамы болған адам. Мен бұны не үшін айтам? Алла Құдайға шүкір өздеріне бермесе, мен ұрпағына берем деген екен. Оның бірден бір қазір бір жақсылығының қуанышының біреуі қазіргі мына өсіп өтіп келе жатқан балам. Ол әңгіме әкеден, туғаннан, туысқаннан, өткен ата-бабадан бәріне оны мүмкін емес. Соның ішінде біреуіне қонады деп атады атам қазақ. Сондықтан мына бүгін той жасап, мына жерде қоныс тойын жасап, осының бәрі жағдайын жасап отырған өзінен шыққан балам. Сондықтан ата-бабаның тұқыммен, қанмен берілетін кейбір тетіктері міне осының бір куәсі болып отырмыз. Не деп айтамыз? Өсу керек, өну керек. Адамда былай деп айтады, қазақ ырымшыл халық. Әр затты болса да ырыммен жасайды. Менің атымда Мәулен деген атамыз сол Бегалы Мұраталыларға ұқсап, біздің де тұқымнан біреу шықса екен деген ниетпенен Мұратәліге ұқсатып Мұратхан қойған екен. Мен енді оған жеттім бе жетпедім бе ол, оны бір Аллам біледі, бірақ жақсылықпен қойған зат осылай болады өзі. Менің әкемнің анасы Сейіттің жолдасы Тұрарханның шешесі Кенжегүл болған, екеуміздің түбімізді қуып келген кезде жақындығымыз сол сөзден ақ белгілі болды. Сондықтан менің айтатыным, қай уақытта болса да шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Жаңа мына анамыз қазір біздің ортамызда үлкеніміз дейшем айтып отыр ғой, ананы танып атыр, мынаны танымай атырмын деп. Бұл кісі айтып отырған кезде біздікі одан да кішкене сорақылау болып келеді.
Былайынша айтқанда Темірәлі атамыз менен Назымгүл анамыздың балаларын түптеп келгенде басқа жерде кездесек танымай да қалуымыз мүмкін жағдайға келе жатыр. Ал енді оның балаларын, мына сендердің балаларыңызды менің балаларым біледі деп ол енді өтірік әңгіме болып шығады. Бұл нені айтады? Бізде мына ұрпақтың жалғастығы деген заттар кішкене сен мен менің ортамыздан шығып кетпесін. Соны осындай жерде айтып отырып, ағайын менен туыстар кімнің кім екенін білсін деген сөз. Сондықтан Құдайдың мұнысына шүкір, әрқайсымыз бір үлкен әулетпіз. Әр баланың құдасын есептеген кезде тек қана өзіміз ғана бас қосып той жасауға болатын жағдай болып жатқан шығар. Бірақ ата-бабаның ұрпағы, ағайын туыстың ұрпағы ортада ешқашан өлмеу керек. Ол бізде өмірін осы өсіп қанат жайып келе жатқан балаларымызға керек дүние. Баламыздың баласына керек дүние. Қазақ сондықтан жеті атаны түгендеп, жеті атаның асқаннан болмаса оға дейінгінің барлығын бауырмен ағайын туыс деген сол себепті. Сондықтан 60-қа келдің асқаралы, мынау дана қасында айналып кетейін. Ең бірінші келін болып түскен кезде үрпиген кішкентай бала тұғын. Мен осылай деп айтамын. Ал енді қазір үлкен ана болды. Жаңағы балаларының ана, әке деген сөздің, әннің олардың айтқанын емес, оның мағынасына түсінсек, сонда үлкен іс болады. Екеуіңе айтарым, енді ақсақалды сартысты болдыңыздар. Алла қалған өмірлеріңізді Алланың берген жасын жасап, балаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің Алланың қызын көруді жассын. Ағайын туықпенен қариялықты енді ортамызда ұмытқан емес, осыны өрбітейік, сақтай, білейік, мына тойға шақырып, бәрімізді құрметтеп, әрқайсымызды әр дастарханға отырғызып қойып, ағайын туыс, нағашы, құда жекжат деп атқанның өзі бұл өмірдегі қазақтың ата-бабадан әке-шешемізден келе жатқан көргенімізді жасағанымыз. Осыны Аллам ұзағынан сүйіндірсін. Той боласын ағайын. Шаңырақ биік болсын, босаған берік болсын, жастарымыз өссін, біз соған қуана берейік. Әумин. Келесі, аталарымыз сынақ тілеп болсын. Апа. Тойға жинаған көпшілік той құтты болсын. Мұсажан, ең бастысы денің сау болсын жаным. Данаман болсын. Көретін қуанышы көп болсын. Туған күнің құтты болсын. Алла саған ұзақ ғұмыр берсін. Дана екеуің бір жастықта қартайып, қазір апа болып отырсыңдар, ата әже болыңдар. Той құтты болсын. Ал енді мынау қоныс тойға кілемім, мынау өзімнің туған күнім. Бұл шапқаңыз біле сыйаққа. Жаба береді ғой, шапан деген ол өлдірім білсін, мен сөз түгенде болайын. Бәрекет, келесі атамыздың тілегін тыңдайық. Құрметті тойға қауым құтты болсын. Осы 60 жас мерейтойын құттықтаймын. Жаңа жас ұзақ болсын, денің сау болсын, осы бала-шаға қызығын көріп жүрегін, осы әулетте той қуаныш бола берсін, тойлай берсін. Әумин. Келесі. Ата, рахмет. Құрметті тойға жиналған ағайын, міне үлкен той болып жатыр. Шеризатты танитын едім, бір баласын танып шынында, бір баласын танымай атам. Әке-шешеміздің қай қатысып, барып тұратынбыз ол. Жас кезіміз есімізге түсіп, бұлардың әулетін көрген кезде. Алла көретін жақсылықтарыңыз көп болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңызда әрқашанда береке, бірлік, ынтымақ болсын. Алла жақсылықтарын нәсіп етіп, осындай тойларыңыз көп болып, балалардың рахатын көре беріңіздер. Ұрпақтарыңыз көбейіп, дендеріңіз сау болсын. Қалғандарыңыздың да отбасыларыңызда осындай жақсылық той болсын. Әрқашанда тойда жүріңіздер, төрде отырыңыздар. Әумин.
Ана екеуі Құдай қаласа ақ шашты, сақысты, кірпіш алып, немерелерімді көбейтіп, шөбере сүйіндіріп, ендеріне сауық болсынlar, өмір жастарың ұзақ болсын. Ал мұсылмандар, тойларын құтты болсын, жасыға жас болсын берсін. Болашағын, немерелерді сендірді. Әрқашан келесін, ағайдың қазір. Осындай тойлар көбейе берсін. Келіп отқан барша қауымнан жақсылық тілеймін. Өздерінде той болды. Әрқашан қуанышта жүре берейін. Son önde. Bağış bolası görüyorum. Келес. Рахмет. Тойларың құтты болсын, қоныс тойларың құтты болсын, шаңырақтарың биік болсын, әрқашанда екеуің сау болсын, екеуің бір жастықта қартайыңдар болсын, немере шөбере көріңдер, бар жастықты тілеп, келіп отырған қауым, нағашыларымыз, құрдастары, ағайындар, бәрілеріңізге көп рахмет. Осы біздің тойымызға ат салысып келіп отырғандарыңызға бас иемін. Ай, бәрекелді. Жол өркен кісіре, тілектеріңізді білдіріңіздер. Аршатпен. Поэзияның той жылғауы, мынау бүгінгі ағамыздың осындай қоныс тойын, 60 жас тойын бөлісіп, бізді құттықтап, қуанышымызға ортақтасып келіп отырған ағайын, туған туыс, нағашыларымыз, барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Осындай той сіздердің де отбасыларыңызда болсын, осындай той берсін. Не дейміз? Мынау аға жеңге той қаласын, деніңіз сау болсын, аспаныңыз ашық, заманыңыз тыныш болып, жиғанымыз тойға шайға шықсын. Мынау той келінім жалғыз бала болса да, мен Айшахан апамыздың айтатын сөзі, бір бала болса да бірегей бала болсын деп, Мұратхан ағамыз сияқты. Керемет ұл болып өссін. Сіздің отбасыңызға тек қана қуаныш тілеймін. Жүзіңізден күлкі кетпесін, жүзге келіңіздер. Мынау ағайын туыстың ортасында сыйлы болып, тек қана қуанышыңызды бөлісуге бізге де Алла нәсіп етсін. Өсіп жатқан немерелер, шөбере шөпшек сүюді Алла сіз екеуіңізге нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Рахмет осындай тойға қуанышты бөлісіп келген ағайын туысыңызға. Алла разы болсын. Сіздердің де отбасыларыңызда той болып, тек қана тойға жиналайық. Енді әкеміздің етіні Шабан анамызға ақ жаулық етіңіз. Той құтты болсын деді. Рахмет. Тағы бар ма тілек білдіретін қонақтар? Әлде қосыламыз ба? Апа. Аға, міне наяқтан бер келіңіздер, микрофон аға, міне. Бүгін ғана той құтты болсын, тойларың той қаласын, немерелерің шөбере сүйіндер, шөпшек сүйіндер, дастархандарың тек қана жақсылыққа жайсын. Кәдім бар нені айтты ғой, кәдім сөзін қосыламыз. Тойға жиналған нағашы, құда жекжат, бәріңіздің отбасыларыңыз осындай жақсылық тілеймін, той тілеймін. Дастархандарыңыз тек қана жақсылық. Той қаласын. Ассалаумағалейкум, тойға келген қауым. Мұсаға бүгінгі жасап жатқан 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Бар жақсылық тілеймін, Қанат екеуміз бір жастықта әдемі қарапайым Алла нәсіп еткіздерге. Тойларыңыз құтты болсын.
бәрекелді. Рахмет. Қосыламыз дейді. Ай бәрекелді. Рахмет. Жаңа тілектеріңіз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Осы үйдің баласы бар еді ғой, Жанайдар қайда? Осы үйдің баласы бір екі приз ал келші, екі приз. Bir şapala koyup koyunuzlar, ata-apalarımızın dileği duası kabul olsun. Rahmet, kızım, ağa, екі приз, mına жақта. Apama beyin ne batırım, apa, ortamızda altınday жарқырап, гүлдей жайнап жүре беріңіздер. Енді бағаналы бір жол-жолымен, жөн-жөнмен табыстап атқан мынаны атама беріп кеп атады, тойда тобықтайын. Тілек тыңдайық. Шабылағымыз құрметті тойбай жалған ағайын, мынау бүгін аға мен жеңгемнің қуанышына атсалысып отқандарыңызға мың алғыс. Аға, кеше мынау 60 жас мерейтойымыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, ортамызда өсіп, күні бойлап, кешемеден шақырап жүре беріңіздер, балалардың қызығына тоймай. Жасыңыз жүзге келсін. Алдына тойға келген, бүгінгі жиналған біздің қуанышымызға ортақ болып келіп отқан құда жекжат ағайын туған нағашы, көрші бәрілерімізге рахмет. Мына жерден мінекей біздің басымыз болып, барымызды танытып, сіздерге бәрін айтып жатқан ағамызға, Мұратхан аға, сізге Алла разы болсын. Көргендеріңізді танытып жатсыз, білгендеріңізді айтып жатсыз. Сізге разы, өлі де разы, тірі де разы. Рахмет, ұзақ жасаңыз. Ал Мұса, жаным, екеуіңнің бүгінгі тойлары құтты болсын. Жасап беріп жатқан балапандарыңа көп-көп рахмет. Әкелерін әуелетіп аспанға шығарып жатыр. Сол енді сондай неден таймаңдар, әдемі болып, ақ сақалды ата, әже, сары тісті болып қартайыңдар, немере сүйдіңдер. Алла енді шөбере сүйген нәсіп етсін сендерге. Кең дастархандарың әрдайым жақсылыққа жайылсын. Ағайын туған тек аман есен болып, осы қуаныштың куәгері болып сіздерде жүре беріңіздер. Әріңіздің үйлеріңізде той болсын. Көп-көп рахмет келгендеріңізге. Рахмет. Енді тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Шын жүректен тілек айтқан ата-апаларым, жастарымыз жүзге келсін дегіміз келеді. Қосылам деген қонақтар вообще өлмесін. Рахмет. Естелікке суретке суалыңыздар, той иелеріменен тамаша естелік сурет. Атадан бота қалғанша бата қалсын, ботаның күні бір күндік, батаның күні мәңгілік, ал фото деген ол естелік. Тойдың тобықта естелік, әрмен қарай үлкен асымыз дайын болған екен. Естелігі суретке өсіп, дастархан басына жайғасыңыздар. Әкеміздің бауырларының дұғасы тілеген ниеттері қабыл болсын. Дастархан басынан орнағыңыздар. Міне үлкен асымызда дайын болып қалған екен. Әрине астан үлкен емеспіз. Қазақтың ұлттық, қазақтың үлкен асы қалғаныңыздар. Үлкен асымыз ет. Шакизат ағамыздан баталыстап жыл көрсетіп жіберсеңіз, ағамыз қайда сырқында? Шакизат ағамыз қайда сырқында болды?
Namazlar kılgan gitti. Namazlar kılıyor. Dedi, köpçülükті көптірмейік. Nağaç şahtан жол көрсетіп біз. Абай атамыздан. Абай атамыз қайда? Шакизат ағамыз келеді ма? Ай бәрекелді. Батылайық, Шакизат атамыз. Қол жаяйық. Аумин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жарым жасым құдайым тарттырылмасын уайым. Мұхаммедтің жолын берсін. Hazreti Ömer'дің дуасын берсін. Hazreti білім берсін, қайырым берсін. Ұзын ғұмыр дәулет берсін, тасырқыға береке берсін. Сағылмас ризық берсін. Аумин, Аллаху акбар. Аумин. Шакизат ағамыздың батасы сылқыласы ниеті қабыл болсын. Әрине тек қана сіздер үшін айтады ғой. Берсін Құдай алмасын, еш жаманшылық болмасын. Елім дейтіміне ерлерді жаратқан Аллам қолдасын. Даламыз толған егіс болсын, қазағымда жолдар әркес тегіс болсын. Жоғарыдағылар айтарларын жұмбақтамасын, газ бензин продуктымыз қымбаттамасын. Парақорлардың бәрі тұтылсын, кредиті барлардың бәрі құтылсын. Даламызда жаңғыраңқы жаз болсын, әр ауылда жаңа туын газ болсын. Міне енді үлкен астың үстінде тамаша би, тамашалаңыздар дегенде қонақтардың бәрі бірдей мәз болсын деген тілек. Арнайы мойынқұмнан ат беріліп келіп отырған алтыннан ардақты, күмістенді салмақты, хас сұлу қыздарыңыздың тамаша биін тамашалаңыздар. Айала би тобынға салыңыздар. Айала би тобы.
Ал енді құрметті жаңа жайсан жақсыларым, аталарым, апаларым, аға жеңгелерім, тек қана сіздер үшін үлкен астың үстінде екі шектің бірін тартты, бірін сәл-сәл кем бұра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра.